кедейсіз болып кеттім. Енді менімен ешкім ойнамайды. Есікке де сыймаймын. Ұйықтайтын диваныма да сыймаймын. Енді мен не істеймін? Маған не болған? Қазір есігін соғайын. Мейлер, есігіңді аш. Кетші бар, ашпаймын есікті. Онсыз да көріп қойдым мен сені. Аш есікті. Ей, саған не болған? Мыстан кемпірдің кесірінен осындай үлкен болып кеттім. Күте тұр, қазір бір амал табамыз. Тоғетері осындай камерадан қарап едік, Мыстан кемпір менің балмұздағыма мені өсіретін дәрі қосып кеткен. Жақсы, онда мен сенімен бірге барып саған көмектесем. Шынымен де күлмейтін болсаң, ендеше кеттік, барып көрейік жаңағы Мыстан кемпірдің үйіне. Кеттікші. Жақсы, жүр, артынан ер. Ойбай, мына есіктен де шыға алмаймын. Қалай шығам енді мына есіктен? Бүйтіп шығам ба? Иығымды бүйтіп қойып шықпасам болмайды ғой мына жерден, а? Бүйтіп шығай. Ойбай, сыймай жатыр мене. Міне. Былай шығуға болады екен, былай шықпай. Шығып кеттім. Қалай барамыз енді Мыстан кемпірдің үйі? Алыста ғой оның үйі. Уайымдамашы, қазір Мыстан кемпірдің үйіне баратын амалды табамын. Сен мені мына көлікке отырғызбайтын шығарсың? Тез отырсаңшы, енді уақытымыз жоқ. Мен қалай отырам, егер мен мына көліктен үлкен болсам? Міне, саған ойлап баппын ғой. Жақсы, мен саған шынымен де бұл көліктен үлкен екен ғой. Маған керемет идея келді. Қазір менің әкемнің көлігін ала тұрайық, ол көліктің үсті ашық. Бұл көлікке мен сиямын. Бірақ бұл көлікті абайлап айдауымыз керек, себебі бұл әкемнің сүйікті көлігі. Жақсы, енді сен айдайсың ғой, сол үшін тез рөлге отыр. Жүр енді, артымнан не ағып тұрсың? Отырдым енді. Сен артқа отырасың ғой, себебі мен көлікті айда алмай жатырмын. Айттым ғой, артқа отырайыншы. Міне осы жерге отыру керек еді мадан бері. Көліктің үстінде рахаттанып отырмын ғой. Жақсы, жүреміз ба енді, жолға шығайық? Мен саған айтуға ұмытып кетіппін ғой, мен көлік айдай алмаймын. Сен көлік айдай алмасаң, онда неғып рөлге отырып алдың? Көлік айдай алмаймын енді. Не айтамын мен саған? Не істеймін, Таза ауасынай, рахатай. Тоқта, мен самолеттен түскен екен ғой, ей-май. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ареке, қалайсың, жақсың ба? Амансыңдар, тамыр, жақсың. Аман, шүкір. Не істеп жатсың? Амайсың ба? Алайын, жақсы, не? Мен қара, сенің мына дүниең, менде кіп кішкентайына қара. Шықайтын дүнием ғой. Саусақпен көтеріп тұрсың ба? Саусақпен? Иә, саусақпен. Ареке, кеше мен үлкен болып кеткенімді білесің ғой, Конечно. Енді көмегің керек сенің, саған. Вот сол үшін кеп тұрмын ғой. Мына көлікті айдашы, әйтпесе ана қыз бар ғой, айдай алмайды көлікті. Болды, кеттік. Орын айдашы, мен сыймаймын ғой ол Матизге. Крышасы жоғын алғаның дұрыс бопты, вообще сыймайды екенсің ғой. Мына кім иісі, мынау аяқтан кеп адам. Білмеймін ғой, неғып андай шығып тұрған. Қыздың аяқ сасыйдау дей ме? Ведьманың үйіне бару керек, Мыстан кемпірдің үйіне. Соң үйіне барып кеше дәрін алуым керек қой мен. Ол қасқа просто так бере салам екен, или сатам екен? Білмеймін ғой, соны қиналайын деп тұрып қой, не істесе де. Бұл ведьмаң деген жаман, анау мынауға көне бермейді ведьма. Бірдеңе ол сұрайды қазір. Сен соның бәріне дайын болу керексің ғой, андай білесің ғой, ырғыл күледі, қағырат түкіреді, деп. Мазамызды алайын деп тұр ғой, сөйтейін деп тұр ғой. Абайлап айдандаршы, екеуің неғып отырсыңдар? Біреу өбілген, біреу көлікті қатты айдайды. Айдандаршы, мен әкемнің көлігі мынау. Ұрсат қазір. Уайымдама, әкеңнің көлігін аман есен қайтарамыз. Дала тұман болып кетті ғой, адасып қалмайықшы. Ештеңе көрінбей қалды, тоқташы. Соны айтпашы соны. Астан жаңбыр өтіп кетті ғой. Блин, ведьманың үй жағының аурасы датаға осындай ма не? Қатты, мен бар ғой, білмеймін мен не істейміз. Ведьмаға жетеміз. Не болды? Бізді камерадан көріп бірдеңе істеді ме екен? Мүмкін. Сен жақындайын ба? Ойбай, білмеймін, жақындаш көрегенді. Қорқынышты салқын екен. Сен қалай ойлайсың? Бізге мөлде көмектеспейін десе не дейміз? Білмеймін ше. Ойбай. Не істеуі мүмкін? Саған білмеймін. Болды, қарнас кеттік түсіңіз кәне, есікті ашып берейін сізге. Жоқ, сендер өздерің бара беріңдер, мен осы жерде қалам. Мен қорқайын дедім. Түсінуге уат қорқса. Мендер өзіміз өзіміз бар еді. Барайық, досым қайқа кіріп кеттің? Дедір оған бетеміз, есігін соғамыз мына жерден. Соғылмай ма мынау,
Мен басып жатырмын. Аша ма екен, ашпай ма екен? Мынада ашып кіріп көреміз ба? Ох, Ема! бірден ашып кетті ғой. Ема! Абайлап кірейік Басың құрсын. жабылып қалмасын, абайла. Сол ғой бізді қазір. Мына жерге. Мә, Бірдеңе. тым көрінбейді ғой. Қаяқтан намыстан кемпір? Ей! Не болды мына бізді жауып тастады ғой? Ема! Не істейміз? Білмеймін, мына жердің бәрі тұман. Ей! Өлә? Қай жерден күліп жатыр? Білмеймін. Досым, абайлас мына кішкене шыға алмай қалмайықшы екеуміз. Мен мына үстіне шығып алып отырамын мына жерде. Мен үлкен болған сайын қорқып бастадым бәрінен. Болды, мен осы жерде отырамын. Вообще біз андай бұзық балдар емес, біз тып-тынышпыз. Мен досыма сіздің көмегіңіз керек, өтінемін, көмектесіп жіберіңізші. Мен түсінбей жатырмын. Хотя бы шатырдың астына тұрайық, Не басып жібердің, Арман? Есік ашылып кетті ғой. Ема, мен басқан жоқпын. Мынау не екен, ішінде не бар екен? Ойбай. Негізше мейлер айтайын. Бізді мен жайлап түсіп көрейші. Түсіп көрші, абайлаш бірақ. Бісміллә. Ойбай, қаш. Не болды, мен сыям ба да жаққа кірейін. Абайла бүгіліп Мен сыймай жатырмын. Әзер сыйдым. Жоқ. Нормально, андай үстің тазалайтын екен ғой. Кім бар? Біз жауып тастады, Арман. Бізді мына жақта құлыптап тастады, наңғара. Наңғарса, төбесін қарасай, наңғара опасно дейді, наңғара үстін қара, қауіпті деп тұр наңғара естің. Саған, кешегі бар ғой, маған берген. Ана дәрі бар ғой менің мороженыйыма, балмұздағыма жақты еткен. Осы жерде жасаған болып тұр ғой соны. Не істеп тұрсың? Қорқпа, досым, біз бірдей қыламыз. Не істейміз енді? Қорқып тұр. Мен білдім ғой сендерді келетіндерін. Көп күліп қойдым ойдым. Шығыңдар, Бір шақырып отыр. Шығайық, мына ішінде қалғаннан гөрі шыққанымыз жақсы, кеттік. Видимо, кешіріңізші, біз енді қайталамаймыз, біз тып-тыныш отырамыз. Мейлер қасыма отырып, ойбай, отырдық. Бергелі отырыңдар дұрыстап, қазір сендермен сөйлесейін. Мен білем, сендер мені іздеп жүрсіңдер, Қайдан білемін деш? Қайдан білесіз? Себебі мынау дәу болып кеткен ғой. Оны мен қостеген. Неге бұлай жасадыңыз? Жоқ, мен өйстіп қаладағы барлық адамдарды үлкен қылып жібергім келді. Сөйтіп ішінде сіз жалғыз ғана кішкентай болып жүресіз бе? Иә, арасында мен кішкентай болып жүрем. Барлығына киімдер сыймай қалады, көліктеріне міне алмай қалады, мектептеріне кіре алмай қалады. Сөйтіп мен жалғыз өзім бұл қаламен басқаратын боламын. Бізді кешіріңізші, сіздің үйіңізге кіріп кеткенім үшін. Мен досыма өтініш көмектесіңізші. Бұны қайтаруға бола ма? Маған көмектесің, мен бірдеме алып қайтарыңызшы. Біз сіздің айтқаныңыздың барлығын орындаймыз. Барлығын дейсіңдер ме? Иә. Тыңдаңдар. Сендер Мустан кемпірдің құпиясын біліп қойдыңдар. Менің үйіме баса көктеп кіріп кеттіңдер. Сол үшін сендердің жазаларың өлім. Ой, өтініш маған. Мен әлі үйленген жоқпын, мен әлі кішкентайым. Кредитім бар. Ойнап айтам, кеткілерің келсе, мына үйді толықтай тазалап, ыдыстарды жуып, ағаштарды жинап, әдемі қылып кетіңдер. Сосын кете берсеңдер болады. Ыдыс? Жақсы, Арман. Ол жақсы, ыдыс жуамыз, жер жуамыз. Мыстан кемпір, мен денемді не істеймін, мына үлкен денемді қалай кішірейтем? Оған енді менде дәрі жоқ, сол үшін менен көмек күтпе. Қалай көмек күтпе, сен қатырасың, Мыстан кемпір. Бүкіл затты бүлдіріп алып, енді маған дәрі жоқ дейсің ба? Жақсы, былай, сен досың кішіреу үшін, ол алдымен бір құпия аралға бару керек. Ол құпия аралда маймылдың бастығы бар. Ол маймылдың бастығы кешкі сағат 6-дан 7-ге дейін туалетке кіріп кетеді. Сол туалетке кірген кезде сол дәріні ұрлап, тез ішіп, қалаға қайтып келдіңдер. Сонда кішірейесіңдер. Саған. Енді сол жаққа бара берсек бола ма? Өздерің қарайсыңдар ғой, егер кішірейгің келсе, онда бара беріңдер. Мынау істемді. Не айтарымды да білмеймін, мен мынандай көрмегенмін ғой. Былай жасайық, сен екеуміз қайықпен барайық, сен шитста тұр қайықтың алдында, ал мен кірем да жаңағы дәріні алам да мені құтқаратын емін, сосын қашып шығамыз. Мыстан кемпір, рахмет сізге. Мен дәрімен бірінші дәріні ішіп алайын, сосын кішірейін, сосын келіп біз сіздің үйіңізді тазалап кетеміз. Рахмет, өте әдемі екенсіз. Бар кетіңдер, тез көзіме көрінбей. Жүр, Арман, қашдық. Жақсы, олай болса аманшылықта кеттік.
жанымыздағы досымыз қайда манағы? Кетіп қалған ба? Қайтып кеткен шығар бағана, иә. Мә, саған мен айдап кетпеген. Ашын адамның Арал қаяқта екен, білесің бе сен? Аралға бару үшін білесің ба, бізге қайық жалдау керек. Қайықты жалдау үшін аяқта Бақтияр көкеге амандасып кету керек. Сөйтіп оның досы бар, досынан қайық сұраймыз. Сен негізі балық жақсы көретін едің ғой, сен. Сен біліп тұрсың ғой қайда келу керек екен, бәрін? Біліп тұрмын ғой, жүрші. Негізі жаңбырды күте тұрамыз ғой, мынандай погодада мұхитқа шығуға апасын, өйткені мен алдыңғы жол шығып, бәлем бәрі оған сол кезде. Мәссаған. Кішкене жата тұрайық кел. Бір ұйықтап алайық. Ойбай, мен осындырамын ғой қазір мынада. Күн жақсы болды. Арман, тұр. Бәрекелді. Бақтияр аға. Бағана сен ұйықтап жатқан кезде Бақтияр аға звондаған еді. Не дейді, келдім деді ма? Бақтияр аға, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Уағалейкумассалам. Қалай Арман? Жүгірмектер жақсысыңдар ма? Шүкір аман сен. Көке, мынау сіздің қайығыңызға мен досым сия ма? Мынау сен досың ба? Қазір досым. Досым? Мынау сен досың ба точно? Иә, бұл менің досым. Мынауың деген шкаф қоя таза. Агушан көп жақ болған ғой көке бұл. В общем, жігіттер, менде вариант бар. Мен енді білмеймін енді сені көтерер, Арман, бірақ қасындағы мына досың аты кім еді? Миллер ма? Иә. Миллер, оны көтере ма, көтермей ма білмеймін. Екі вариант бар, біреуі $500 мына жасылды бере алам. Немесе по-братски 500 теңгеге ананы бере алам. 500 теңге или $500 қайсысы? Так, 500 теңгеге барсақ, анау мен бір жерде жоғалып қалып, анау тесіліп қалып, ағаш қоя, түсінген бойынша 500 теңге. Қайдағы? Әшейін болмайтын жер ғой, барамызда келеміз. Батып кетпейік, аралға барам дегенше. Тып-тыныш қой, ол ағаш, анау технология, ал анау табиғи. Табиғат по-любому күшті болады. В общем, Арман, таңдадыңдар ма, не істедіңдер, уақытым жоқ, кетейін тапсын. Аға, біз ағашты таңдадық бір ауыздан. Ағаш болса, ағаш болып барыңдар бар, міне беріңдер. 500 теңгені маған аудар жібер. Тадайдар. Болды, Каспиға жүрім. Мейлер сен бірінші секір. Ойбай, күтедір, ананы жақындатпайсың ба, мен батып кетпеймін ба, суға түсіп? Бір, екі, мен жүзіп бара салам ғой. Сен жүзіп кел да маған алып келші, өтініш, мен қорқып тұрмын ар жаққа баруға, мен салмам, мынадай салмақпен жүзіп көрмеппін. Мінбе, мен секіріп кетейін. Ойбай, сен... Батпады ғой, иә? Мынау батамыз, мынау құлауын секіріп жатыр. Нормально, ортаға тұр, батпай деген. Тұр. Мен айдайым, ортаға тұр, вообще қимылдама, иә? Болды. Шей. Мә, не болып жатыр, мына... Ойбай! Әлі өләйлім. Не болып кетті? Миллер, мен айдамайым. Мен де айдамайым, мен үстінде тұрам мынаны. Қорқам. Миллер, қимылдама, батам! Бері кел! Ойбай, үстемін, айчы, болды. Сен де қимылдама, үстемін. Мә, саған, біз мына жерде енді жоғалып қалдық. Құрметті достар, келесі бөлімде біз маймылдың патшасын табуымыз керек. Және маймылдың патшасын тауып, мені кішкентай қылатын дәріні содан алатын боламыз. Сол үшін досым, дәл қазір видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа, және міндетті түрде арнаға жазыл. Келесі бөлімді күтіңіздер, сіздермен бірге болған Миллер Плей арнасы келесі жүздескенше. Досым, мына тұрған екі видеоны көруді ұмытпа.